Саламатсыздар ма, құрметті Қарғалы аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесінің оқырмандары. Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлының 110 жылдығына арналған Бауыржан рух пен намыстың күресі атты кітап көрмемізді ұсынамыз. Бауыржан Момышұлы 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалау ауданындағы Көлбастау ауылында туған. Дулат тайпасының шымыр руынан. Әкесі Момыш өз бетімен ескіше сауат ашқан. Ел арасында ағаш ұстазы, етікші, зергерлігімен танымал болатын. Бауыржан 3 жасынан бастап қызтумас әжесінің қолында өскен. Батыс майданындағы 16-шы армияның 316-шы 1941 жылдың қарашасынан бастап 8-ші гвардиялық Қызылту атқыштар дивизиясында 1073-ші атқыштар полкының және батальон командирі, Отан соғысында генерал-майор Панфилов басқарған әйгілі дивизияның құрамында 1941 жылдың қыркүйек айынан бастап қатысты. Батальон командирі ретінде аға лейтенант Бауыржан Момышұлы Мәскеу үшін шайқаста 207 рет ұрысқа қатысты. Біздің орталық кітапханамызда Бауыржан Момышұлына арналған мынадай кітаптарымыз бар. Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя». Оқырман назарына ұсынылған Бауыржан Момышұлы бұл кітабында Бауыржан Момышұлының балалық шағынан бастап сыр шертеді. Туып өскен өлкесі және де қазақ салт дәстүрлері туралы да шынайы бейнеленеді. Москва үшін шайқас. Бауыржан Момышұлы. Жазушы Бауыржан Момышұлының Москва үшін шайқас романы қазақ әдебиеті тарихындағы соғыс тақырыбына арналған тұңғыш шығарма әрі әскери мемуар. Бауыржан Момышұлы айтылмаған ақиқат. Айтылмаған ақиқат, естеліктер мен күнделіктері. Бауыржан Момышұлының деректемелері, өскен ортасы және қоғамдағы ірі мемлекет қайраткерлері, қаламгер әртістері жөнінде жеке жазбалары. Музей апа. Бауыржан Момышұлы. Бұл да көп томдық кітап. Онда әңгімелер жинағы, өмірінің әр кезеңінде жазылған әңгімелері еніп отыр. Генерал Панфилов. Бауыржан Момышұлы. Генерал Панфиловтың мерейтойына арнап қарсаңда Бауыржан Момышұлының баспалары мен газет журналдары ол туралы естелік әңгімелері жазып беру үшін өтініш қалдырған болатын. Осы кітапта барлық мәлімет бар Панфилов туралы. Бауыржан Момышұлы қанмен жазылған кітап. Бұл кітапта сіздер соғыс психологиясы, майданнан жазылған хаттар, әңгімелер, мақал-мәтелдермен таныса аласыздар. Және де біздің қорымызда, кітапхана қорында орысша кітаптары да бар. Бауыржан Момышұлының 2 томдық өмірбаяны бала кезіндегі жазылған. Соғыс қателікті кешірмейді. Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлының әр жылдары жазылған КСР көлемінде жарияланған мақалалары осы кітапта жазылған. Осындай Куба әскерлері, айтылмаған ақиқат, Курляндия майданы, Музей апа, Бауыржан Момышұлының адам қайраты атты да әңгімелер жинағы бар. Бауыржан Момышұлының қанатты сөздері. Опасыда отан жоқ, отанда опасызға орын жоқ. Тәртіпке бас келмеген, тәртіпке бас иген құл болмайды. Отаның үшін отқа күймейсің деп осы көрмемізді аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет.